Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Қазір дәл осындай Тбилиси салатын жасаймыз. Алдымен пияздан бастайын деп тұрмын. Жұқарақ қып. Бұған сөз жоқ, қызыл пияз керек. Пиязға тұз саламыз. Оны құры тұзбенен суық суға да маринадтап қоюға болады. Енді азғантай су, 6% уксус қосайын деп тұрмын. Толы бір қасық және жарты қасық. Енді бұл маринадталып тұрғанша, оның арасында бұған мына грецкий орех дейміз ғой, грек жаңғағы. Сол жаңғақты кішкене қуырып алып келейін деп тұрмын газға. Міне 5-6 минуттай жаңғақты қуырып әкелдім. Бұрыштан турауды бастайын. Оны соломка дейміз ғой. Таяқша, қазақшасы. Таяқша етіп, жұқа қып тураймыз. Бұл жерде мынау болгарский бұрыш дейміз ғой, болгарскийдің содан біреуі. Мүмкін болғанша жаз бойы міне қазір мүмкіншілік болып тұр. Салат жиі жасап, салат жасап жеңіздер. Біздің үлкен кісілерге, денсаулығымызға жақсы. Енді сарымсақты үккіштен өткізейін. Міне осындай посоль дейді ғой, соны қосамыз. Қызыл бұршақты негізінде келалап өздеріңіз сатып алып, бұқтырып, сөйтіп қоссаңыздар жақсы болар еді. Енді мына пиязымды бүйтіп суынан сығып аламыз, жаңа маринадтап қойған. Ет қосылады. Көбінше сиырдың етін қосады. Енді мен сиырдың етін қоссаңыз да әйтеуір мен енді өзім тауықтың грудинка дейді ғой, төс етін қосқым кеп тұр. Пісіріп дайындап қойғанмын. Енді шамамен бір 200-250 грамм жетеді. Жаңғақты қосамыз. Көкаттарды майдалап тураймыз. Бұл линза өте жақсы осы грузиннің салатына. Қара бұрыш қосамыз. Үш қасық оливковый масло қостым. Енді осының бәрін араластырып ыдысқа саламыз. Міне менің салатым дайын болды. Пікірлеріңізді жазып, лайк басып кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз маған маңызды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.